Қазіргі таңда көптеген сөздер әлемнің түкпір-түкпірінде бірдей қолданылады. Бірақ ол сөздердің мағынасын бірі білсе, бірі білмес. Бүгін әлемде ең көп қолданылатын танымал сөздерді үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнадан ағылшын тілін үйренуге байланысты пайдалы ақпараттарды таба аласыз. Бірінші QR қысқартылған сөзі. Бұл қысқартылған сөз Quick Response деген мағынаны білдіреді, яғни жылдам жауап. Қазіргі таңда бұл сөз мейрамханаларда, дүкендерде, тіпті қоғамдық көліктердің ішінде де қолданылады. Мысалға қарайық. Scan the QR code to access the menu on your phone. Телефондағы мәзірге кіру үшін QR кодын сканерлеңіз. Келесі ең танымал сөздердің бірі VIP. Негізінен мұндай қысқартылған сөздердің әрбір әріпін жеке-жеке дыбыстауымыз керек. Яғни VIP деп дыбыстауымыз керек. Бұл қысқартылған сөз very important person дегенді білдіреді. Яғни өте маңызды адам. Мысалға назар аударайық. The concert has a special VIP section near the stage. Концертте сахна жанында арнайы VIP бөлімі бар. Келесі WC. Бұл белгілерді көп жерден кездестірген боларсыз. Бұл қысқартылған сөз water closet деген мағынаны білдіреді. Қазақ тіліне дәретхана деп аударылады. Мысалға қарайық. She excused herself to use the WC. Ол одан дәретхананы қолдануды өтінді. Келесі SMS қысқартылған сөзі. Бұл қысқартылған сөздің толық мағынасы short message service. Мысалға қарайық. I received an SMS notification about my flight status. Мен ұшуға байланысты SMS хабарлама алдым. Келесі ID қысқартылған сөзі. Бұл қысқартылған сөздің толық мағынасы identification. Мысалға қарайық. I lost my ID card and need to get a new one issued. Мен жеке куәлігімді жоғалтып алдым, жаңасын алуым керек. Келесі ең танымал сөздердің бірі PIN. Бұл сөздің де әрбір әріпін жеке дыбыстауымыз керек. PIN. Personal Identification Number. Мысалға қарайық. He changed his PIN regularly to maintain account security. Ол аккаунт қауіпсіздігін сақтау үшін пин-кодын үнемі өзгертіп отырады. Міне достар, осымен бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар қызықты болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыз.